Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен ұбт география 10 сынып бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз геоинформатика. Оның ішіне бүгін біз сіздермен қарастырамыз геоақпараттық әдіс, геоинформатика, географиялық ақпараттық жүйе, яғни гаж, географиялық деректер базасы және тағы да басқалар. Кеттік. Бірінші, геоинформатика. Геоинформатика дегеніміз бұл географиялық ақпараттарды қазіргі заманғы технологиялардың көмегімен жинақтап қайта өңдеу. Яғни, географияда қазіргі заманғы компьютерлерді, инновациялық технологияларды, цифрлы технологияларды кеңінен пайдалану. Географиялық ақпараттық жүйе, немесе гаж деп аталады қысқартылған түрде. Географиялық ақпараттық жүйе дегеніміз бұл географиялық мәліметтер мен нысандарды тиімді жағдайда енгізу, сақтау, өңдеу, талдау, жаңарту және визуализация жасауды ұйымдастыратын бағдарламалар мен ақпараттардың жиынтығы. Яғни, мына бейнеде қарасаңыздар, осы жерде газ жүйесі нақтырақ көрсетілген. Бұл бейнедегі қазіргі таңда ең танымал тугис жүйесі көрсетілген. Мына гаж дегеніміз орысша гис болады. Яғни, мына тугис жүйесінде қазіргі заманғы қалалардағы ғимараттарды 3D форматында нақтылап көрсеткен, иә? Қалалардағы нысандарды, мекен-жайларды, тағы да басқаларды. Осыны біз гаж жүйесі, яғни географиялық ақпараттық жүйе деп атаймыз. Түсінікті ғой, иә? Гаждың қолданылу аясы өте үлкен, яғни гаж қызметі есеп жүргізу мен басқару үшін қажет ететін барлық аумақтар мен нысандар үшін тиімді. Яғни географиялық ақпараттық жүйені қазіргі таңда барлық мемлекеттік структуралар кең қолданылады. Жүктелген міндетіне қарай гаж бірінші жер бетілік, экологиялық, геологиялық, теңіздік және оқу танымдық деп бөлінеді. Түсінікті ғой сіздерге? Осы газ жүйесінде картограмма деген түсінік бар. Картограмма дегеніміз бұл жеке аумақтар бойынша көрсеткіштерді көрсететін картадағы жүйе. Бұл яғни әртүрлі түспен көрсетіледі, немесе сызықтармен көрсетіледі. Мысалы, мына жерде Қазақстан Республикасының облыстары көрсетілген, иә? Мысалы, мына әр облыста, мысалы қарасақ, ең үлкен облыстар бізде сары түспен көрсетілген. Түсінікті ғой сіздерге? Осы картограммада сызықтар немесе бояулар қолданылады. Яғни, мына жерде көріп тұрғанымыздай, мысалға мына жерге қарағанда бір айырмашылығы болса, бұларды басқаша сызықтармен көрсетеді. Карта диаграммада осы газ жүйесінде көп қолданылады. Карта диаграмма дегеніміз бұл географиялық картамен жасалған диаграмманың үйлесімі. Карта диаграмма әдісі белгілі аумақтық карталарда кез келген құбылыстың абсолюттік қорытындыларын көрсету үшін пайдаланылады. Яғни, бұл карта диаграмма картада әр аймақтың бір көрсеткіштері бойынша қолданылады. Мысалға, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы халық саны бойынша көрсетілген картасы. Яғни, мысалы, оңтүстік Қазақстан, яғни Түркістан облысының халық саны басқа облыстарға қарағанда көбірек. Міне осылай қолданылады карта диаграмма дегеніміз. Осы картографияда бізде изосызықтар деген бар. Изосызықтар бұл грек тілінен аударғанда изол тең, бірдей ұқсас деген мағына береді. Яғни изосызықтар бір-біріне ұқсас географиялық қасиеттерді қосатын сызықтар. Мысалға, мына жерде климаттағы изосызықтар көрсетілген. Мысалға, мына аймақта, яғни Қазақстан, Ресей территориясына -10 градус болатын аймақтарды изосызықтармен қосып көрсеткен. Түсінікті ғой, немесе мына батыс Еуропадағы жылы аймақтарды бізде мынандай изосызықтармен көрсеткен.
Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош, сау болыңыздар.